Сәлеметсіздер ме? Таң азанымен тұрып, каша жасауға, жұмыртқа қуыруға ерінсеңіз, осы видео сізге арналады. Тойымда әрі пайдалы гранола жасаймыз. Бұл граноланы бір-ақ рет және көп қылып жасайсыз. Есесіне 1 айға жетеді. Асыққанда ыстық сүтке салып жесеңіз болады. Немесе дәл сол күйінде печенье ретінде жесеңіз де болады. Ал құрамын айтайын. Какао, банан, овсянка, яғни сұлы, корица, гхимай және түрлі дәндер. Ең алдымен бананымызды турап, гхимай, корица, какао салып езіп аламыз. Дайын болған кремімізді овсянкамызға салып, жақсылап араластырамыз. Кейін қағазға салып, әдемілеп, жайып, қызып тұрған пешке саламыз. Піскен соң үстіне түрлі дәндерімізді салып, араластырамыз. Гранола дайын. Шыны ыдысқа сақтасаңыздар болады. Кез келген уақытта алып ыстық сүтке немесе өзін жесеңіздер, үнемі тойып жүресіздер. Ас болсын. Дәл осындай пайдалы ақпаратты іздесеңіздер, менің каналымда бар. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.